Менің атым Элиза Мариен, мен дәрігермін. Бірақ мен қазір ешқандай дәрігер емеспін. Мен тек осы тұманның арасында адасып жүрген бір әйелмін. Бұл 1348 жыл. Страсбург қаласы. Қала қазір тыныштықта емес. Өлімнің иісі барлық жерде. Әрбір көшеде, әрбір үйде. Бірақ бұл кәдімгі оба емес. Бұл би. Би ол өлімнің өзі сияқты жүреді. Менің маскам, менің шапаным, менің барлық құралдарым, барлығы маған ешқандай көмек бермейді. Олар тек мені қорғайтын сияқты. Бірақ бұл қорғаныс маған тек уақытша қауіпсіздік береді. Сапарда болғанда біз ешқашан толық қорғауда болмаймыз. Бұл ауру, бұл дерт бізден әлдеқайда күшті. Ол бізге жақындап келеді. Мен не істей аламын? Қандай да бір құралдар маған жеңіске жеткізбейді. Алдымен қалада тек бірнеше адам қайтыс болар деп ойладым. Бірақ бірден бәрі өзгерді. Олар билей бастады. Бір-бірін көргенде біреу ессіз күлді, екіншісі қаны қарайып, аяқтарынан қан ақса да билеуді тоқтатпады. Бұл абыржу емес. Бұл қорқыныш та емес. Бұл әлдебір тылсым күштің иелігі. Бұл би, ол біздің рухымызды алып кетті. Билеп жүріп өлімді шақырып алады. Бірақ олар тоқтамайды. Билейді, күледі, жылайды. Бірақ олардың ешқайсысы үнемі тоқтамайды. Мен де билей бастадым. Өзімді тоқтата алмаймын. Аяқтарым бір орында тұрмайды. Бейсаналық түрде мен де олармен бірге қозғала бастадым. Мен не істеп жатырмын? Бұл би мені де жеңеді. Мен де оған берілмей тұра алмаймын. Қарама қарсы тұрып, мен де сол адамдармен бірге билеймін.